Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, ол шығады да мен сендердің раббыларыңмын деп айтады. Фәсбуту айбадалла дейді. Сол кезде үмбетіне айтып жатыр, табанды болыңдар, ей Алланың құлдары деп сахабаларына айтып жатыр. Яғни қазір бізге жетті бұл сөз. Табанды болыңдар. Мен қазір әлеуметтік желі телефонның ішіндегі нәрсеге табанды боламасам, Аллах тағала Адам алейхиссаламды жәннаттың ішіне қоя берген кезде тек рақат қана болды ғой, же деді оған. Одан басқа не бұйрық берді? Мына жәннаттан қалағаныңды же деді. Одан басқа амал жоқ жәннатта берілген оған. Тек мынаған жақындама деді. Сол секілді жақындап еді, көрдіңіз не болғанда. Жақындаған кезінде Алла тағала шайтанды да кінәлаған жоқ, әйелін де кінәлаған жоқ. Адамның өзін кінәлады, еркекті. Сол секілді әлеуметтік желідегі ленталардың кінәсі жоқ жолдан тайғанымызға. Дәджалдың да кінәсі жоқ ертең жолдан тайғанымызға. Ол сынақ болды, сынақ ретінде келген нәрсе. Ол лағнеттеп сөйтетін нәрсе емес, ол мәселе менің жүрегімде тұр проблема. Аллах тағала шайтанды да кінәламай, Хауаны да кінәлаған жоқ. Шайтан қанша азғырса да оған, адамның өзін кінәлады да айтты Құранда. Валақад ахидна иля адама. Расымен де біз адамнан серт алған едік. Мынау сенің дұшпаның, мынау әйеліңнің дұшпаны, екеуіңді жәннаттан шығарып жіберіп бақытсыз болып қалма. Мынау ағашқа жақындама, залымдардан боласың деген ескертулерді айттық. Нәсия, ұмытты адам. Жаңағы нәрсе, жақсы нәрсені көріп өттім да, жаманға кіріп кет. Ұмыттым Алланы да, бәрін де 5 минутқа, 10 минутқа мүмкін. Ауруыммен қауыштым, дертім да менің ішімдегі. Сол дертім беріп жатыр маған. Бұл дерт қайтып емделеді енді. Бұл керісінше қуат алып жатыр ғой. Ертең мен қайтадан іздеймін бұны. Не үшін әлемде жаңағы кинолардың шығарылып жатқандары, неше түрлі клиптар, тиктоктар бар. Еш нәрсені кінәламаңыз. Бұның барлығы ертеңгі дәджалдың фитнасы басталмай тұрып келіп тұрған фитна. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, сондай фитналар келеді. Иманыңды сынаққа салатын адам таңертең мұсылман болады, кешке кәпір болады дейді. Кешке мұсылман болады, таңертең кәпір болады дейді. Сол жаңағы нәрселер арқылы. Сондықтан біздің күшті болуымызды қалау үшін болып жатқан нәрселер бұл. Пайғамбарымыз бұл нәрселерді айтып жатқанда бізді қорқытайын деп айтып жатқан жоқ. Бірақ үлгеріп ал. Жақсы болуға, күшті болуға үлгеріп ал. Бағанағы мұъмин сияқты барып, кәдімгідей кесіп тастаса да қайтпай тұрған иманы. Сонда Аллах тағала жаңағы адамды айтқандай, бізге де соны айтады. Адамнан серт алған едік, ол ұмытты. Валам нажид лаху азма. Біз адамда табанды таппадық дейді. Табанды таппадық. Мен қазір әлеуметтік желіде табанды бола алмасам, сондықтан бұл алдымызда келе жатқан нәрсе болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бәрімізге намазымыздың соңында ат-тахияттан кейінгі жаңа айтылатын дұғалардың қатарына қосып қойды ғой. Аллахумма инни аузу бика мин азабил қобри. Алла, мен саған қабір азабынан сыйынамын. Ва мин азабин нари. Тозақ азабынан сыйынамын. Ва мин фитнатил махия вал мамат. Өмірімде келетін неше түрлі фитналардан, өлім сәтінде келетін неше түрлі фитналардан. Өйткені біреу қанша жыл өмір сүріп, жәннатқа бір шынтақ қалған кезде дейді, ажалы келіп тағдыр ауысып, тозаққа кетіп қалатын тағдырға кіріп кетеді дейді. Білмеймін фитналардың қалай келетінін. Ва мин фитнатил масихид даджал. Сондай-ақ әл-масих, даджалдың фитнасынан саған сыйынамын. Ал бір риуаятта мин шарри фитнатил масихид даджал. Әл-масих даджалдың фитнасының жамандығынан саған сыйынамын. Жолықтыра көрме дегендей. Міне, бұл фитна арқылы Алла тағала кәдімгідей парқылайды, 40 күн өтеді, жердің беті сұрыпталады, мұъминдер мұъмин болып қалады, олар тіпті дәжжалға қарсы соғысуға дейін баратын мұъминдер болады. Сондай-ақ еріп кеткенімізде болады, Құдай сақтасын мысалы.